Сәлем достар, қалайсыздар YouTube'тың көрермендері. Осы YouTube'қа шықпағалы біраз уақыт өтті. Видео салмай кеттім. Оның түрлі себептері бар. Оның бәрін айтып отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді YouTube'қа видеоны жиілетіп салып отырамын. Жалпы менде не жаңалықтар болып жатыр? Ең басты жаңалықтардың бірі, мен жаңа телефон алдым. Осы жақында сол телефонмен түсіріліп жатқан видео iPhone 13 құттықтасаңыздар болады. Және алдағы уақытта қандай видеолар түсіретін туралы контент план ұйымдастырып жатырмын. Сол контентті YouTube'қа сіздермен бөлісетін боламын. Алдында айтқанымдай, менің жеке өмірім лайфстайл болады дедім, блог дедім. Осы блогтардың бірі таңдауда тұрған екі бағыт бар YouTube'қа арналған. Біреуі өзімнің осы жасап жүрген жұмысым графический дизайн бойынша. Екінші бағыт бар. Екінші бағыт сұхбат форматында сұхбаттар жасасам ба деп жүрмін. Сол осы екі контентті қайсысы сіздерге ұнайды, комментарийға жазып бөліссеңіздер болады. Сол туралы түсіретін болам алдағы уақытта. Каналда адам саны сол баяғыша 22 болып тұрмыз. Әлі де дамытайық каналды, осы каналға тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Қандай контент қалайсыз, соны мен YouTube'та түсіретін боламын. Комментарийға жазып кетіңіздер. Қандай тақырыпты қалайсыз? Графический дизайн бойынша ма? Жалпы жоқ әлде осы сұхбат, бизнес сұхбат па? Сол туралы ойларыңызбен комментарийда бөліссеңіздер, мен барлықтарыңызды оқимын. Оқырман саны көп емес, оқымай қалатындай. Жалпы осы менде жаңалық. Алдағы уақытта YouTube'та сіздермен қызықты блогтар түсіремін деп сенемін. Сіздермен әлі алыстамаймыз. Каналға тіркеліңіз, бірге боламыз.